Бавария ойыншылары жеңістен кейін Реалды ашық түрде мазақ етіп, Камавинганың алаңнан қуылуы жайлы әзілдеп пікір білдірді. Тіпті оны жеңіске көмектескені үшін алғыс айтты. Осы жағдайдан кейін Реал Камавинганы трансферге қоюы мүмкін екені айтылуда. Арбелоа Реалдан кететінін мәлімдеді. Ал Анри Реалдың ойынын сынға алды. Бавария мен матчтан кейін Реал ойыншыларын ақылсыз деп атағандар да болды. Ал Хабиб болса Реалға деген сүйіспеншілігін жасырмады. Манчестер Юнайтед Барселонаға Решфорд бойынша ультиматум қойды және басқа да қызықты жаңалықтар дәл қазір. Ассалаумағалейкум достар, видеоға лайк басып, бастайық. Барселонаның поляк шабуылшысы Роберт Левандовски өзінің клубтағы болашағы туралы сұраққа жауап берді. Бізде әлі уақыт бар. Клуб менің не ойлайтынымды біледі. Маған бәрін таразылап ойлану керек. Бұл екі тарапқа да түсінікті. Қазір ең маңыздысы осы маусымда қандай нәтижеге жеткіміз келетінін анықтау. Мен ұсыныстар мен болашақ туралы айтқым келмейді. Қазір бастысы Ла Лига, қалғанын кейін сөйлесеміз, деді Левандовски. Левандовски Барселона сапында 2022 жылдан бері ойнап келеді. Оның келісім шарты 2027 жылға дейін жарамды. Осы маусымда ол барлық турнирлерде 40 матч өткізіп, 17 гол соғып, 3 нәтижелі пас берген. Барселона Манчестер Юнайтедтен жалға алынған шабуылшы Маркус Решфордты толыққанды трансфермен сатып алуға тырысып жатыр. Инсайдер Рашад Рахманның айтуынша, Барселонада бапкер Фликте Решфордқа риза және оны командада қалдырғысы келеді. Ойыншының өзі де қалуды қалайды. Бірақ Манчестер Юнайтед нақты талап қойып отыр. 30 миллион еуро төлеңдер, әйтпесе ол Олд Траффордқа қайтады. Барселона балама ұсыныс жасағанымен Юнайтед одан бас тартқан. Решфорд Барселонаға 2025 жылдың жазында қосылған. Осы маусымда ол 43 матчта 12 гол соғып, 13 нәтижелі пас берген. UFC-дің бұрынғы жеңіл салмақтағы чемпионы Хабиб Нурмагомедов мадридтік Реалға деген махаббатын білдірді. Мен футболды бала кезімнен көремін. Сол кезде әлемнің ең үздік клубтары мені шақырады деп ойламаппын. Көп стадиондарда, түрлі клубтардың жаттығу базаларында болдым. Бірақ Реал Мадрид менің жүрегімдегі клуб, деді ол. Хабиб бұған дейін Реалдың матчтарына бірнеше рет барып, ойыншылармен кездескен. Ол мадридтік клубтың танымал жанкүйері. Барселонаның бұрынғы шабуылшысы Тьерри Анри Чемпиондар лигасында Баварияға қарсы өткен жауапты матчтағы Реалдың ойынын қатты сынға алды. Бұл кездесуде Реал 3-4 есебімен жеңілді. 6 минуттан бастап команда Камавинганың алаңнан қуылуына байланысты 10 ойыншымен ойнады. Бавариямен ойында қателесуге болмайды. Бұл өте теңдестірілген команда. Олар әрдайым мүмкіндік бере бермейді. Бірақ осы матчта Реалға мүмкіндік болды. Егер сен Реал бола тұра Баварияға қарсы 10 адаммен ойнап, қосымша күш салмасаң және команда болып қорғанбасаң, мұндай клуб міндетті түрде жазалайды, деді Анри. Реалдың бұрынғы скауты Маноло Ромеро да команданы сынға алды. Ең алдымен ақылды футболшыларды алу керек. Маған тарихтағы ең ұлы клубтың жейдесін киіп жүрген ақылсыз ойыншыларды көру жалықтырды, деді ол. 2 матчтың қорытындысы бойынша Реал Баварияға 4-6 есебімен жеңіліп, Чемпиондар лигасынан шығып қалды. Қазір Испания чемпионатында Реал 2-ші орында, көш бастап тұрған Барселонадан 9 ұпайға қалып келеді. Келесі турда мадридтік клуб Алавеспен кездеседі. Реалдың бас бапкері Альваро Арбело маусым соңында клубтан кететінін мәлімдеді. Егер өз міндетіңді дұрыс атқара алмасаң, орныңды басқа адамға берген дұрыс. Түсіністік танытқандарыңызға рахмет және көңілін қалдырған жандардан кешірім сұраймын. Мен тырыстым, бірақ қоштасатын уақыт келді, деді ол. Ал Камавингаға көрсетілген екінші сары қағазға Реал келіспегенімен, клуб француз ойыншысының мінез құлқына ерекше назар аударғаны хабарланды. Еске салайын, Камавинга алғашқы ескертуін матчтың 78 минутында алған еді. Ал 86 минутта Харри Кейнге қарсы ереже бұзғаннан кейін, Реалдың жартылай қорғаушысы допты қолына алып, ойын тоқтаған жерден алыстап кеткен үшін екінші сары қағаз алып, алаңнан қуылды. Дереккөздің мәліметінше, мадридтік клуб соңғы уақытта Камавинганың ойынын, әсіресе жиі жіберетін қателіктеріне байланысты мұқият бақылап жүрген. Осы жағдай клубты 23 жастағы футболшыны трансферге шығаруға итермелеген. Сондай-ақ Реалда Камавинга үшін қомақты қаржы табуға болады деп есептеп, оны басқа ойыншыларды сатып алуға жұмсауды жоспарлап отыр.
Баварияның шабуылшысы Харри Кейн Чемпиондар лигасындағы матчтың 86 минутында Мадридтік Реалдың жартылай қорғаушысы Эдуардо Камавинганың алаңнан қуылуына қатысты пікір білдірді. Мен бұл шешімнің дұрыс болғанына сенімдімін. Соңғы жылдары Реалға төрешілер жиі көмектесіп жүрді. Бұл өте ақымақ сары қағаз болды. Ойыншы допты алып қашып кете алмайды, әсіресе сенде already бір ескерту бар кезде. Бұл өте үлкен тәуекел. Төреші дұрыс шешім қабылдады, әрі бұл жағдай біз үшін тиімді болды, оның жүзінен не болып жатыр дегенді байқауға болатын еді. Кейін ол бізге қаншалықты көмектескенін түсінген шығар. Біз мұны жоққа шығармаймыз, бірақ бір нәрсені айтайын, біз бұл жеңіске лайық едік. Реал екінші тайм бойы дерлік өз қақпасының маңында қысымда болды. Ал Камавингаға құрмет және үлкен рахмет деді Кейн, ал Майкл Олисе де өз пікірін білдірді. Одан турнирдің корольдерін жеңгеннен кейін, қандай сезімде екенін сұрағанда, Реал Чемпиондар лигасын 15 рет жеңген. Ол эмоциясын жасыра алмай, корольдер ме? деп таңданысын білдірді. Оның жүзінен бұл пікірмен келіспейтіні анық байқалды. Кейін тілші, Реал тарихи тұрғыда 15 рет жеңіске жеткен деп нақтылаған кезде, Олисе қысқа ғана, иә деп жауап берді. Сондай-ақ ол Камавинганың қызыл қағаз алуына қатысты былай деді, ол бұл жазаны лайықты түрде алды. Бұл өте күлкілі жағдай болды. Менің ойымша ол оған лайық еді, себебі Кейнге қарсы фолдан кейін төреші бірден сары қағаз көрсетпеді, ал ол болса шектен шығып, уақыт соза бастады. Бір ескерту алып тұрған ойыншы үшін бұл нағыз ақымақтық. Бірақ біз үшін ол ең үздік ойыншы болды, тапсырмамызды жеңілдетті. Біздің жасырын ойыншымыз десек те болады, әзіл алаңнан қуылуы әділ шешім. Дәл сол сияқты біздің жеңісіміз де әділ болды. Мұндай корольдерге гол соғу керемет сезім деді Олисе матчтан кейін. Міне, осындай жаңалықтар, достар. Бавария ойыншыларының троллингі сіздерге қалай әсер етті? Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға сәттілік, ертең кездескенше.